Ассаламу алейкум. Өтіп бара тұрған хапте дауамында республикамызда жүз берген ахметлі уақиғамен эфирде хаптелік бағдарламасы. Бүгінгі күнде Төрткүл районында 3215 істермелік субъектілері түрлі тарауларда өзлерінің жұмысларын алып барып жатыр. Соннан 2024 һәм 2025 жылларда 53-і жаңадан іске түсті. Мемлекетіміз басшысы тарапынан Қарақалпақстанлы істермелерге жер орынларын ажыратуда, жеңілдетілген кредит қаржыларынан пайдалануда һәм салықтардан жеңілдіктердің бар екенлігі бизнес уәкілдеріне үлкен имканият һәм қолайлық. Кәсіпкерім Төрткүл районында болып, осындай істің көзін білген істермелердің жұмысларымен танысып қайтты. Қиыншылықлар инсанды күшлі қылады. Бір уақытлары қара қазанын қайнату үшін Россияға әпуайы жұмысшы болып атланған Еркен Самандаров бұл күллерге аңсатлық пенен еріспеді. Бүгін ол ел таныған іспілермен. Районның шырайына шырай қосу үшін қолға алған басламасы әрбір Төрткүлліні қуанышқа бөліп атыр. Көкке бой созған 9 қабатлы әмараттың құрылыс жұмыслары үшін 12,9 миллиард сом қаржы ажыратылған. Әмарат құрылысы толық біткеннен соң мыңға жақын Бұхара заманауи үй-жайға ие болады. Бұл орындағы құрылыс жұмысларына 54 Бұхара қамтып алынған болып, құрылыс істері қызғын пәтте алып барылып жатыр. Сондай заманауи стильге ие көп қабатлы тұрақ жайларды біз сырт елдерге сапарға шыққанымызда, яки Ташкент қаласына барғанымызда көретұғын едік. Ал енді республикамыздың ең алыс аймақларында жайласқан Төрткүл районында да осындай көп қабатлы заманауи имараттың бой түклеуі әлбетте республикамыз халқы үшін үлкен мақтаныш. Бұнда іспілермелердің қосып атырған үлеслері жоғары мағлұмат аламыз. Еркін аға, бұл идея сізге қалай пайда болған? Һәм мінекей сәубетіміз барысында айтып қалдыңыз, 21 жасыңызда сол Россияға әпуай жұмысшы болып барып, бүгін іспілермен дәрежесіне еріскенсіз. Келің осы өзіңіздің жетіскеліктеріңізді біз сол халқымызға айтып өтсек, һәм бұл енді іспілерменлікке қадем қойып атырған бизнес уәкілдеріне үлкен мотивация да болады. Россияға барып 2002 жылда işlep başladık. İşçi болып, işlep, şundan keyin usta olduk, keyin aviyon işledik, başka kıldık. Şu arzu edi. Şu Rossiyada kurgan xanadalları görüp başka kılıp bizler hem şu vaqt kelse şunday domları kursak degen arzu edi. Yine asta arzularımız uşalayatır. Бұл енді неше қабаттан ібарат. Һәм бұл дизайнды кім іслеп шыққан? Мәселен, елеге шекем Қарақалпақстанда бұл тақлеттегі, бұл дизайндағы көп қабатлы тұрақ жайлар елі құрылған жоқ. Layıqaçımız var Xorazmdan. Şu Sulayman bilen birgelikte şu dizaynlarını işlep şu layıqanı əmələ aşırtdıqmız. 9 qavatdan ibarət, 4 padiz boladı, 9 qavatlı boladı. 119 xanadan var, 40 kvadrat metrdən 152 kvadrat açarlı xanadan var. Özünü aslında birinci, ikinci etajda supermarketləri, niyetimiz şu özü fitness klubu, başka magazinləri, hemen ərsəsi özündə boladı. Uzağa geçiş şərt emas, şuradan düşüb, şuradan xaracatını qılıb. Avtomobil qoyuş Caylarla zamanavi kılıp, yaxşı kılıp işlep veremiz. Yani özellik tarafları lift bilen cihazlangan 1 tonnalık liftler her bir padizimizde. Keyin liftler svet ölçkende toxtab qalmaslığı üçün akkumulyator quyosh paneli quruladı. Liftdə muammo bo'lmaydi. Енді бүгінгі іспілермелерге жаратылып атырған имканиятқа, ұлыма іспілермелігін басылай жақ болған бизнес уәкілдеріне қандай масахат берген болар едіңіз? Korkmasınlar, başı versinler. Hazır imkaniyetler köp. Prezidentimizə rəhmət, yaxşı nələri işləb verdi. Sağlıqdan imkaniyetlər var, köp nərsələrə yardım var. Бұл жерді ажыратуда sizge maşğala болмады mı? Yox, auksiyona qoyuldu, auksiyonda aldıq. Yaxşı var yatıra bilməsi. Біз қазір имараттың 9-шы қабатындамыз. Біраз қорқынышлы, бірақ сол Төрткүл қаласын төбеден көру жүдә әжайып екен. Мінекей сұлу қала, сол заманауи көп қабатлы тұрақ жайлар бой тікілген бұл жерде. Әлбетте бір уақытлары өзі жұмысшы болып, әпуайы жұмысшы болып жүрсе де, бүгін мінекей ел таныған іспілермен қатарынан орын алуы адам үшін бұл үлкен имканият. Еркін аға, енді бүгінгі күнде мінекей халықты жұмыслық қылып атырсыз, халықтың мүтәжігінен келіп шығып, сол сырт
жерлердегідей қолайлықларды көрсін деген бір үлкен бір мақсатпенен жұмыс алып барып жатырсыз. Демек адам ниет етсе, ниеті орланады екен. Солай емес пе? Не айтқан болар едіңіз? Алдынлары 2000 yıllarda Rossiyaga barıp işlegen vaqtimizda 18 kavatlı, 20 kavatlı, 25 kavatlı, 30 kavatlı domlar ham qurganımızda özlerimiz şu niyet etip yürüdük. Şu niyet halis, Xudoga şükür yine özümüzü yurtumuza gelip hem şu narsaları kurup başladık. Şunun için halis niyet kısa hemen niyetine yetedi. Исломиддин Каримбаевда Төрткүл районунда хизмет көрсөтүү тарабын раважландырууга үлесин косуп келатырган исплермен. Сиз көрүп турган бул улума оокатлануу орны жыллар давамында кароосуз жатты. Һәм өз каржысы эсабынан, ягни $165 000 усу орунду иске түшүрдү. Сондай-ак сырт элдер менен де байланыш орнатып, азык оокат өнүмүн сапалы сактоо үчүн музлаткычла коймахана шөлкелмештирип, жумуштары күндөн күнгө раважланып барып атат. Енді сырт елдерден көп азық ауқатлық өнімдері келеді. Әлбетте бұның үшін халықтың азық ауқатқа болған мұқтаждығын қанағаттандыруда һәм саламаттылығын бекемдеуде осындай мұздатқыш камералардың орны айрықша. Мінекей сіздің ісперлемелігіңізбен танысып жатырмыз. Мінекей 8 дана осындай мұздатқыш камераларын орнатқан екенсіз. Улыма келin ісперлемелігіңіз хақында мағлұмат берсеңіз. Улыма қайсы мемлекеттерден қандай өнімдер алып келесіз? Енді мен 2008 yılda iş faaliyetimi başlaganman. Oldin bize karxonamizni 3 ta odam bilan boshlaganmiz. 2025 yil holatiga 63 taga yetkazganmiz. Endi shu 100 tagacha olib borish planimiz bor. Mustaqil davlatlar hamdo'stligini ichidan olib kelardik. Hozirgi kunda imkoniyatlari bilan hozir butun dunyoni ochib berdi deb o'ylayman menimcha. Hozir mana Hindiston bilan aloqani tiklamoqchimiz va Hindiston, Pokiston bilan go'sht mahsulotlarini yo'lga qo'ymoqchimiz. Lekin bundan oldin bir 2 yil oldin bize Moğoliston bilan shartnoma qilib, Moğolistondan ularni qo'y go'shtlari, mol go'shtlarini olib kelib, xalqqa shuni yetkazib berganmiz. Endi hozir ko'rdik, ovqatlanуу o'rningizni nega Toshkent qalasi, Samarqand viloyati, Nukus, Төрткүлдөн ашып qo'yibsiz-da. Осыншама bir g'ayrat, ispermenlik etүүгө bo'lgan bu mehr sizden qalay paydo bo'lgan bu? Endi bu oldin o'zim men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini 93-yil kelib 98-yil bitkizganman. O'zim meni soham shu, mana shu iqtisodiyot va marketing, menejment hammasini o'qiganmiz. Shu o'zimni soham, o'zimni yo'nalishimdan ketganman. Sababi oilam ham, ota-bobolarim ham shu savdo sohasida, tadbirkorlik sohasida faoliyat ko'rsatganlar. Baliqxonalar tarmog'i bu bir soha, ikkinchi sohamiz ulgurji oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelib xalqqa sotish. Bu ikkinchi sohamiz, uchinchi sohamiz endi yangi boshlayapmiz. Go'sht mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish. Qoraqalpog'istonning rayonlari uchun, tumanlari uchun imtiyoz bor. Yer solig'i, mulk solig'ini 50% kamiga to'laymiz. Әлбетте, осындай өз үстінде izlenүүден шаршамайтығын испермелер менен сөйбетлесер екенбіз. Bir нәрсені аңладық. Адамда інті һәм экономикалық білім жоғары болса, қалеген түрдегі бизнес басламасын нәтижелі жолға қоюға болады. Ал Қарақалпақстанда имканиятлар көлемі жылдан жылға артып атырғаны хақиқат.